Бөтен Қошқар әлеуметтік желіден алынған жазбаның авторы Оралхан Дәуіт. Қайбір жылы тамылжыған тамызда біздің үйде бір үлкен той болды. Ол кезде бүгінгідей қаптаған мейрамхана жоқ, той өзіміздің бау-бақшада өтетін. Сол күні кешқұрым тойдың қамымен жүріп, інім өрістен келген малды асығыс қораға қамай салған ғой. Біздің қойлардың ішінде бір бөтен қошқардың да қамалып кеткенін байқамай қалыпты. Содан бөтен мал бар ма дегендерге бәріміз бір ауыздан жоқ дейміз. Есіктің алды абыр-сабыр адам болғандықтан шығар, мал егесі жақынырақ келіп қораны көруге батпаған. Содан ауылда 2 мәрте адақтап шыққан соң қошқар иесі амал жоқ сол күні қой баққан үйге барады. Ол баласын жіберіп күндіз қой жайған сай-саланың бәрін аралап шыққан. Қошқар жоқ, иттің баласы қойға дұрыстап бас-көз болмағансың, жұрттың малы жоғалттың, енді құнын төлейтін болдық деп, әкесі баласын ашумен таяқтап жіберіп ұрғанда. Оған мал иесі араша түседі. Әйтеуір сол күні қошқар табылмай, не болса да ертең көрейік дегенмен тарасады екі жақ. Бір жеңгеміздің қолына қалам, қағаз беріп, тойға түскен мал басын, басқа да тартуларды түртіп жүру тапсырылған болатын. Той бітті. Таңертең малды өріске жіберерде інім бөтен қойлардың бәрін алып қалады да, қалғандарын қорадан шығарып жібереді. Әлгі қошқар қорада қалған. Түске жақын соңғы қонақтар қайтып, адам аяғы басылған соң жеңгеміз есеп берді. Дәптерде 4 қой, қорада 5 қой. Бұл қалай болды деп бәріміз аң-таңбыз. Қайсысын жазбай қалдым екен деп жеңгеміз де айран асыр. Мына қойды бөле әкелді, анаусын жиен әкелді деп жеңгеміз қойларды түстеп шықты да, бірақ әлгі қошқарды жыға тани алмады. Тек осы нағашы Ахаптар қараңғыда көліктен бір нәрсе түсіріп жатқан сияқты еді. Солар мекен қошқарды әкелген деп аңтарылып тұрып қалды. Осы кезде әжем сөз бастады. Айналайын Ахабай, жалғыз әпкем ғой деп, қойды алып келген сол. Айналайын ай деп өзінен өзі еміреніп кетсін. Ой әже, қызықсыз, Ахап қалай қой алып келеді? Осыдан бір апта бұрын тойға деп бір жылқы әкеп тастаған жоқ па дейміз біз. Ахап әжемнің туған інісі. Бір жылқының қасына бір қойды қосақтап алып келгенін еш түсіне алар емеспіз. Қойды алып келген сол, басқа кім болады? Жылқыны алдын ала беріп жіберіп, енді кеше тағы құрғол келмейін деген ғой деп, әжем де қоймайды. Сонымен не керек? Үйдегі қалың дәптерді қайтадан ашып, Ахап бір жылқы дегеннің қасына бір қошқар дегенді қосып қойдық. Атамның сонау көзі тірісінде аралас-құралас болған бір досы бар еді. Біраз жылдар араласпай қалып, сол досы осы тойға келген болатын. Әжем қаншама жылдан кейін бірінші мәрте келіп отыр. Ұят болар, мәшинесіне бір қой салып жіберіңдер деді. Айтты, бітті. Інім қораға секіріп түседі. Тағы көзі бірден әлгі қошқарға түскен ғой. Бірақ жануар мықты екен, ініме бой бермей, мойнындағы жібі үзіліп кетсе де еш ұстатпай қояды. Амал жоқ, атамның досына басқа қой бұйырды. Кешке мал өрістен келді. Қошқардың егесі қайтадан үй-үйді аралап жоқ іздейді. Бұл жолы біздің қораға жақынырақ келген көрінеді. Қарасақ, қораның жанында қошқарының мойын жібі жатыр. Жалма-жан қораға үңіледі. Сөйтсе, көп қойдың арасында дымды түсінбей қошқары тұр. Салған жерде мұна менің қошқарым деп байбалам салады. Сонда інім қойыңыз, өтірік айтпаңыз, бұл кешегі тойға әжемнің інісі Ахап әкелген қошқар деп жеңістік бермейді. Тіпті қалың дәптерді әкеп Ахап бір жылқы, бір қошқар деген жазуды көрсетеді. Сонымен әжептәуір айқай-шу. Ақырында мал оладікі екені таза дәлелденіп, қошқар қамаудан босатылды. Содан інім үйге ашумен кіргенде қалың дәптерді алып нағашымыздың жылқысының қасына қосақталып жазылған қошқарды
Әжемнің көзінше сызып тастапты. Мән жайға түсінген әжем төмен қарай беріпті. Тек мен қайдан білейін айналайын дегенді қайталай берген көрінеді. Қайран әжай сөйтіп бір қызыққа батырған. Кейінірек білдік қой, Ахаптың қараңғыда көліктен түсіргені бір жәшік алма екен. Әсерлі жазбаны оқыған Роза Сұлтаналиева. Достар, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.